Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте жұмсақ, духовкада пісетін пирожки дайындаймыз. Жұмыртқамыздың үстінен шекер, тұз, дрожжімізді салып араластырып аламыз. Сұйық массамызды тұз, шекер ерігенше араластырып аламыз. Үстінен жып-жылы сүтімізді құйып, ерітілген сары майымызды қосамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайды, жұп-жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң бір рет қайырып, тағы да бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырымызды бөліктерге бөліп, домалақтап, бетін жауып қоямыз. Мен екі түрлі начинкамен жасадым. Біреуі сырмен, біреуі картошкамен. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Сырымызды үккіштен теркадан өткізіп, бір қасықтан салып жасаймыз. Ал картошкалы начинкамыз, картошканы суға қайнатып, сары май қосып еземіз. Пирожкидің начинкасын анықтау мақсатында біреуін оң қаратып, біреуін теріс қаратып жасадым. Сол кезде біреуі сызықпен, біреуі сызықсыз болып шығады. Сырмен жасалған пирожкиім үстінде сызығы бар. Ал картошкамен жасалған пирожки сызығы жоқ. Менің сырмен жасалған начинкам видеоға түспей қалыпты. Осымен біздің өте жұмсақ пирожкиіміз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет.